Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге қарапайым PowerPoint бағдарламасында дәл осындай слайдтың жасалу жолын үйрететін боламын. Жаңа слайдты құрып алып, артық элементтердің барлығын алып тастадым және мышканың оң жағын басып формат фона деп, мына жерден градиентная заливка деген жерден қажетті түсіңізді таңдап, осылай фон беріп аламыз. Содан кейін мен мұнда ұзын сызықтар шығарып қойдым. Оны мен вид дегеннен линейка дегенді қойып шығарып қойған болатын. Міне сетка дегенді қойсаңыз болады, направляющий дегенді, линейка дегенді қосып алсаңыздар болады. Өйткені бұл фигуралармен жұмыс жасаған кезде бізге өте көп көмегін тигізеді. Вставка бөліміне барып, содан кейінгі әрекет фигура бөлімінен прямоугольник скругленные углы дегенді алып, осы жерге біз қажетті фигурамызды сызамыз. Болғаннан кейін оны заливка фигуры деп ақ түске бояймыз және контур фигурын нет контура қылып қоямыз. Кішкене кішірейтіп қойып алғаннан кейін мышканың оң жағын басып копировать деп жылдың 4 мезгілін жасап жатырғандықтан төртеуін қойып аламыз. Міне бізде қарап отырсаңыздар, үлкейтіп көрсетейін. Мына фигураны қойған кезде жартысынан направляющий қойғандықтан бізде линиялар шығып тұр. Ол біздің осы фигураларымыздың түзу орналасуына көмектеседі. Тағы біреуін қоямыз және оны екінші бір фигурамен сәйкестендіріп орналастырамыз. Енді вставка бөліміне барып, фигуры дегеннен овал дегенді алып, мына жерге орналастырамыз және оны заливка фигурадан ақ түске бояп, контурын қара түске бояймыз. Орналастырып қойдық. Енді вставка бөліміне барып, значки дегенді таңдаймыз. Жалпы бұл слайд бізде PowerPoint-тың 2021 жылғы версиясында жасақталынып жатыр. Значки дегенді басамыз және де мұнда поиска бөліміне жылдың 4 мезгілін жазамыз. Мысалы зима. Және оның белгісін ставить деп қойып аламыз және оны мына жерге әкеліп орналастырамыз. Келесі вставкаға барамыз, тағы да значкиге өтеміз, оған весна деп жазамыз. Және веснаға қатысты белгіні әкеліп мұнда орналастырамыз. Және де тағы да вставкаға барамыз, значки бөліміне өтіп, лето деп жазамыз. Жазға қатысты күннің белгісін әкеліп орналастырамыз. Және де вставка бөліміне барып, значкиге барып, поиска бөліміне осень деп жазамыз. Күз бөліміне қатысты белгішені әкеліп орналастырдық. Енді мұнда үйдің белгісін қоямыз, значкиге барып, дом деп жазамыз. Сонда мына белгіні әкеліп ортаға орналастырамыз. Біздің барлық белгішелеріміз орналастырылды. Вставка бөліміне өтіп, надпись қойып, мұнда жылдың 4 мезгілі деп жазып алайық. Енді дәл осы слайдымызды 4 көшірмесін жасаймыз. Ол үшін бірінші слайдымызға барып, мышканың оң жағын басып, дублировать слайд, тағы да дублировать слайд және дублировать. Сонда бізде барлығы 5 слайд болды. Барлық слайдтарымызды бірінші слайдтан бастап, Ctrl пернесін басып тұрып, барлық слайдтарымызды белгілеп, переходы дегенге барып, трансформация дегенді таңдаймыз. Енді екінші слайдтан бастап біз жұмысымызды бастаймыз, яғни мына фигурамызды үлкейтеміз. Осында алып келеміз де, енді менде қыз туралы мында тақпақ керек. Мен ол тақпақтарды арнайы дайындап қойдым. Тақпақты копировать етіп алып, мында көшіре қоямын. Және де шрифтісін таңдап, қызыл түске бояйсыздар мына жерден. Енді екінші слайдымызға келеміз. Екінші слайдымызға келіп, көктем мезгіліне байланысты тақпақтарымызды орналастырамыз. Жаз мезгілін біз 4-ші слайдымызды үлкейтеміз. Жаз мезгіліне байланысты тақпақты орналастырдым. Соңғы слайдыма келіп, күз мезгілінің тақпағын көшіріп алып келіп қоя қоямын. Енді бірінші слайдқа барамын. Және де қыстың белгішесі бар, значкидің үстінен басып, вставка бөліміне өтіп, действие дегенге барып, перейти по гиперссылка дегеннің үстінен слайд дегенді таңдап, бізде бұл белгішені басқанда қыстық тақырыбына байланысты өлеңді көрсету керек. Слайд 2 деген таңдаймын. Окей. Келесі, мына көктем белгішесіне байланысты значкидің үстінен басып, действие дегенге барып, перейти по гиперссылке және слайд дегеннен көктем мезгіліне байланысты слайдымыз 3-ші слайд. Окей деп басамын. Және де жазға байланысты значкиді белгілеп, мышкамен действиеге барамын, перейти по гиперссылке, слайд және де 4-ші слайдымызға жаз туралы тақпағымыз шығу керек. Окей.
Көз туралы значкидің үстінен басып, действие, перейти по гиперссылке, слайд және де соңғы слайдымызда көз туралы тақпақ орналасқандықтан слайд 5 деп таңдап аламын. Окей. Және де мына үйдің суреті тұрған домиктің значкиның үстінен басып, действие дегенге барып, перейти по гиперссылке, первый слайд. Немесе слайд дегеннен слайд первый, немесе первый слайд деп басамын. Енді біздің слайдтарымыз дайын болды. Слайд-шоуға барып, сначала деп көрейік. Осындай сияқты әдемі слайдты жасауды меңгергілеріңіз келсе, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лүпіл басып, басқа да әріптестерге бөлісе отырыңыздар, кәделеріңізге жарасын.